Ауыл тұрғындар назарына туған жеріңізде кәсіп ашып дөңгелетуді жоспарласаңыз, мемлекеттің жеңілдетілген шағын несие бағдарламасына қатыса аласыз. Биыл жобаға үкімет 100 миллиард теңге бөлген екен, оның 70 миллиард теңгесі толық игерілген. Ал күні кеше ауыл шаруашылығы министрлігі шағын несие берудің қағидаларын қайта қарап түзетулер енгізіпті. Несие беру мерзімі 5 жыл, жылдық сыйақы мөлшерлемесі 2,5%-дан аспайды. Мал шаруашылығына 7 жыл. Бүгінде маңызды жобаға қатысушылар саны көбейген, дені несиені мал шаруашылығын дамытуға алған. Оны төлеуге де еркіндік беріледі. Кәсіпкер 1,5 жылдан кейінде қарызын өтей алады. Тағы бір маңызды тұсы, несиесін ерте жауып тастаған кәсіпкерлер екінші мәрте бағдарламаға қатысамын деп ниет білдірсе, мемлекет оларға 30 миллионға дейін шағын несие рәсімдеп беруге дайын. Кез келген бизнеске алуға болады. Ол монша болсын, дүкен болсын дегендей, шаштараз болсын, кез келген түріне. Жеке кәсіпкердің өзі де 2,5 мың айлық есептік көрсеткішті алып отырып, оны жылдам досрочно дейді ғой. Соны жапқаннан кейін, ол келесі кезекте енді кооперация секілді 8 мың айлық есептік көрсеткіш, яғни келесі жылдың МРП-сімен салыстырғанда шамамен 29-30 миллион теңге көлемінде несие алуына мүмкіндігі бар. Айтпақшы, жасыңызға қатысты шектеу жоқ, бастысы кепілге қоятын жылжымайтын мүлкіңіз болуы шарт. Бизнес жобаны қорғап та әлек болмайсыз, құжаттарыңызды түгендеп, жергілікті әлеуметтік кәсіпкерлік